Болашақты көріп тұрғаннан кейін біз үш тілде ол анау бір 5 жылдан болар, енді 19 жылдан бастап сол 21 жылға дейін ол аяқталады кезең-кезеңмен. Енді осының ішінде ғой, жаңағы латын қарпіне негізделген қазақтың жаңа әліпбиін негізі. Оған да байбалам салып керегі жоқ. Ол да 2025 жылы жаңағы енеді. Онымен қатар жаңағы орыс кирилл әрпі қатар жүреді. Міне сонда орыс тілі еніп отыр ғой. Енді орыс мектептерінде қазақ тілінің жаңа бағдарламасы жасалып жатыр. Сол секілді енді орыс тілі бастауыш класстардан бері оқытылып жатыр ғой. Ешқандай оған жаңағы қиянат жасалып жатқан жоқ. Міне сондықтан осы үш тілдің өзі біздің жаңағы индустрия дамығаннан кейін. Ойлашы өзің, 30 мемлекеттің қатарына ену үшін. Енді 30 мемлекет қандай мемлекет? Анау Сингапур, Малайзия, ең алып Қытай, оның анау Япония, Корея, бұлардың жасап жатқан тауарларын бәрін алып жүрміз ғой, мысалы. Ең алған сот үй солардан аласың, мысалы. Компьютерлер. Сонда осы ғылымды жасау үшін біз озық технология жасау қалмау үшін тіл білу керек қой міндетті түрде.